Атырауда жоғалған отбасы. Тағы бір сұмдық дерек шықты. Атырау облысында із-түзсіз жоғалып кеткен отбасыға қатысты жаңа деректер белгілі болды. Бұл туралы Демократ.kz сайты хабарлайды. Қоғамды алаңдатқан бұл оқиғаға байланысты арнайы зерттеу жүргізген журналист Руслан Өтепбай марқұм Мақсұт Қарабалиннің інісі Шалқар Мұханғалиевпен сұхбаттасып, отбасының соңғы уақыттағы өміріне қатысты маңызды жайттарды анықтаған. Оның айтуынша, 2025 жылдың қыс айларында Наурыз көбіне Атырауда болып, қарындасы Ақбаянға қолдау көрсеткен. 2025 жылдың қысқы уақытында Наурыз көбінесе Атырауда болды. Қарындасы Ақбаянға қарайласып жүрді. Ақбаян жүктілік кезінде қолқасына салқын тиіп, ауруханаға түсіп қалған. Содан кейін комада, реанимацияда жатып, денсаулығына ауыр болып, әлсіреп, ақыл есінен жоғалатындай жағдайға жетіп қалды. Соны қарайласып, жұмысқа да шықпай, Ақбаянға қарайласып жүрді. Тамағын, дәрісін беріп қарады. Бұл 2025 жылы болған оқиға. Күйеуі Сұлтан жұмыс істейтін, деді Шалқар Мұханғалиев. Атырау облысындағы із-түзсіз жоғалу оқиғасы қоғам назарында қалып отыр. Тергеу амалдары жалғасып жатыр. Ал марқұм Мақсұт Қарабалиннің туыстары болған жайттың толық ақиқаты ашылады деп үміттенеді. Қадірлі көрермендер, бұл істің әр жаңа дерегі шыққан сайын жағдайдың қаншалықты күрделі болғанын аңғарамыз. Шалқар Мұханғалиевтің айтуынша, Наурыз қарындасы Ақбаянға ауыр кезеңде жанынан табылып, жұмысында шетке ысырып, қолдау көрсеткен екен. Бұл отбасындағы бауырмалдықтың белгісі. Әсіресе жүктілік кезінде денсаулығы сыр берген адамға жақындарының көмегі ауадай қажет. Осындай мәліметтерді естігенде, бұл отбасының да өз ішінде қиындықпен күресіп жүрген қарапайым жандар болғанын түсінесің. Көп жағдайда сырт көзге көрінбейтін ауыртпалықтар болады. Дегенмен қазір ең маңыздысы тергеудің әділ әрі ашық жүруі. Әркім өз болжамын айтып жатыр, бірақ нақты нүктені құқық қорғау органдары қояды. Журналистердің туыстарымен сөйлесіп, түрлі қырын көрсетуі қоғам үшін маңызды. Бірақ эмоцияға берілмей, ресми қорытындыны күткен дұрыс деп ойлаймын. Бұл жерде бір емес, бірнеше адамның тағдыры тұр. Сондықтан асығыс айыптау да, артық сөз де орынсыз. Ең бастысы, шындық толық ашылып, әділдік орнаса екен.